Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге өрілген нанның рецептімен бөлісетін боламын. Осындай әдемі болып шығады. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, аздап бір ас қасықтай құмшекер және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 50-60 мл-дей сұйық майымызды құятын боламыз. Және де құрғақ ашытқымызды салып, тағы да араластырамыз. Ашытқы міндетті түрде балғын болуы шарт. Енді шамалап үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Онды көп салмаймыз. Осындай жұмсақ болған кезде сұйық май құйып, қолға жабыспау үшін осылай жақсылап июін қандырып, бетін жауып 45 минуттай уақытқа қоямыз. Біздің қамырымыз ашыды. Дәл осылай бөліктерге бөліп, жайып, дәл осылай ораймыз. Осылай үшеу қылып орайсыздар, басын біріктіріп, дәл осы видеодағыдай өріп шығасыздар. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Дәл осылай қойып, бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Біздің міне 20 минут өтті. Көп пісіп әдемі болды. Үстіне жұмыртқа жағып 180-200 градуста пісіріп аламыз.